Бүгін бізге математика ғылымының докторы Ағайқи ханым келіп отыр. Ол кісі бізге математика жайында біз білмеген жайттармен сыр шертетін болады. Сәлеметсіз бе? Менің сізге қояр ең бірінші сұрағым, математика білімі дегеніміз не? Жалпы ғылым дегеніміз бұл адамдардың ақиқат жөніндегі барлық білімдерінің жиынтығы, ал математика бұл бір салалы ғылым. Егер біз адамдардың математика туралы ашылуларына анализ жасайтын болсақ, оның барлығы да адамдардың ақиқатқа көз жеткізуге талпуынан туындағанын байқаймыз. Бүгінгі күні математиканың адамзат үшін маңызы өте зор, сондықтан математикалық терминдермен ойлау әр саналы адам үшін маңызды жетістік. Математика тіпті сандармен жұмыс істеуді ұнатпайтындар үшін де қызық болуы мүмкін. Біз оны бүгін математика жайлы қызықты деректермен дәлелдейтін боламыз. Атақты әйел математик кім? Атақты әйел математик Софья Ковалевская. Ол математикамен балалық шағында танысады. Оның бөлмесіне тұсқаға жетіспегендіктен қабырғалары Остроградскийдің дифференциалдық және интегралдық есептеулері жазылған лекция беттерімен жабыстырылған болатын. Ал енді математика әлемімен таныс болсақ та, сандар туралы қандай қызықты жауап айта аласыз? Әрине, математика өзінің ерекше сандар туралы фактілермен қызықты болып келеді. Мәселен, 0 санын алатын болсақ, орыс математикалық әдебиетінде 0 бүтін сан болып саналмайды, ал батыста керісінше бүтін сандар жиынына жатады. 5 саны тай тілінде ха деп дыбысталады екен, ал 5 бұл сленг сөз, яғни ха деген мағынаны береді. Сандық сенім туралы білесіз бе? Оларға сенуге бола ма? Иә, сандық сенім туралы білемін, және кейбір жерлерде оған үлкен жауапкершілікпен қарайды деп айта аламын. Мысалы, 1995 жылы Тайбей тұрғындарына топографиялық атаулардан 4 санын алып тастауға рұқсат берілді. Себебі 4 саны өлім сөзімен бірдей дыбысталады. Тіпті Қытай ауруханаларында 4-ші қабат жоқ екен. Енді тарихқа көз жүгіртіп, математиканың шығу тарихын айтсаңыз. Жалпы математиканың шығу тарихы ол адамзаттың ақиқатты танып ұмтылуынан басталады. Яғни ол өте үлкен дәуірді қамтитын, ерекше және қызықты ғылым салаларының бірі болып келеді. Ол тек қана сандарды зерттемейді, сонымен қатар әртүрлі ақиқаттарды, белгісіздіктерді және логикалық ойлауды дамытатын ерекше ғылым саласы болып келеді. Бұрынғы кездерде математикалық зерттеулерді 80 кітапқа оңай енгізсе, бүгінгі таңда математикалық зерттеулерді 100 000 кітапқа сыйдырудың өзі қиын. Пи саны жайында тағы не айта аласыз? Шеңбер ұзындығының 10 диаметріне қатынасын көрсететін және математикада белгілі бір иррационал санды белгілеу үшін қолданылатын грек әрпі. Бұл белгілеуді алғаш рет 1706 жылы ағылшын математигі Джонс пайдаланғанымен, жаппай қолданысқа 1736 жылдың еңбегінен кейін ғана ене бастады. Кез келген иррационал санды сияқты пи санында шектеусіз периодты емес, ондық бөлшек түрінде жазылады. Сіз пи санымен қашан таныса бастадыңыз? Ең бірінші рет мен апайдың тапсырмасымен үйдегі ыдыстардың жіптің көмегімен шеңбердің ұзындығын өлшеп, оны сол ыдыстың диаметріне бөліп, пи санын есептеп алдым. Әркез жуықтап 3 саны шығатын. Содан ойландым, осы санды тағы қай жерде қолдануға болады? Оқулықтағы берілген мағлұматтарға қанағаттанбай, басқа да кітаптарды қарап, интернетке кіріп, өте қызықты, маңызды деректер жинай бастадым. Пи саны өте қызықты, ғажайып сан екеніне көзіміз жете бастады. Осыған байланысты біз қандай зерттеуші ғалымдарды білеміз? Пи иррационал сан, оны дәл есептеп шығару мүмкін емес. Пи санына дән тең болатын сияқты жай пропорция жоқ. Оның белгілері шексіз және периодсыз. Бұл санның иррационалдығы алғаш рет 1761 жылы Йоганн Ламберт дәлелдеген. 1974 жылы Лежандр пи және пи2 рационалдықтарының нақты дәлелін келтірген.
Орта ғасырлар математикасы жайында бізге сыр шерте аласыз ба? Его можно делить Математика на ғылым множество кіндігі деп чисел. сауд Вот 60 бобов. шығыс. Я Онан могу кейін уложить их в Вавилон два мен ряда по Египет 30. Грекияға ауысады. Грекия математиктері математиканы өзінің нәтижелері мен түпкі 3 қағидаларын по 20, логикалық қорытынды арқылы келтіріп шығаратын 4 по дедукциялық 15, ғылымға айналдырды. 5 по Гректер 12, әсіресе бастапқы Или геометрияға 6 по жататын 10. мәселелерді түгел зерттеуді делимость деуге болады. 60. Делает это заман число егері прекрасной қажетінше основной чертой жылы вавилонской Рим системы было әскерлері присутствие Грекияны басып разрядов. алып Александрия Так же, портындағы как десятичные Мысыр цифры кемелерін выражают, сколько өлшегенде десятков, сотен или тысяч вы хотите кітапханада записать, шарт вавилонские нәтижеде разряды екі жарым выражают, ғасыр сколько бойы раз по жинап 60 сақтаған вы кітаптар взяли. мен 500 мың парша қолжазба күйіп түгейді. Бабыл саны жайлы бізге қандай мәлімет айта аласыз? Бабылдықтардың барлық математикалық жетістіктері жинақталып жазылған 44 кестеден құралған бабылдықтардың математикалық энциклопедиясы табылған. Шамамен айтқанда біздің заманымыздан бұрын 200 жылы, яғни Бабыл мәдениеті өркендеп, өзінің ең жоғары сатынасына көтерілген көзге жатады. Бұл энциклопедиядан бабылдықтардың сол ертедегі заманға күнделікті мұқтаждықтарды алға қойған практикалық есептерді, яғни егіншілік, жер суаруды реттеу, сауда жасаудағы есептерді шешудің бір сырдарғы тиімді тәсілдері білгендігін көрінеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.